бұрын елімізді алапат су тасқыны алған білесіздер. Сол уақытта жергілікті әкімдіктерге не бір техника, тіпті қарапайым құрал саймандардың болмағанына куә болдық. Соның салдарынан тасқынның алдын алу жұмыстары әлсіз ұйымдастырылды. Нәтижесінде қаншама елді мекен су астында қалды. Осы оқиғадан соң біз үкіметке жергілікті атқарушы органның коммуналдық шаруашылық саясатын ретке келтіру бойынша нақты ұсыныстарымызды жолдадық. Қазір өңірге депутаттар барған сайын бірінші кезекте көтерілетін мәселе әкімдердің қарауында қажетті коммуналдық ресурстардың болмауы. Бұл ретте кез келген апаттық жағдай, әлеуметтік мәселе орын алса, таяқтың ұшы бірінші кезекте әкімдерге тиетін білеміз. Шынтуайтында қала және аудан әкімдерінің құзырында білім саласына да, денсаулық саласына да ықпал ету тетіктері қалмаған. Ал енді елді мекендердің көркін кіргізетін, әкімдіктің жұмысының негізгі бағытын құрайтын көгалдандыру, абаттандыру, санитария, қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару және жолдарды күтіп ұстау жұмыстары кәсіпкерлік ортаға шығарылғандықтан жергілікті жерде қиындықтар туындауда. Себебі осыдан бірнеше жыл бұрын коммуналдық қызметтер бизнес тиімді ұйымдастырады, нарық бәрін реттейді деп бәсекелестік ортаға берілген болатын. Бұл үрдіс еліміздің әкімшілік басқару жүйесін, өндірістік кәсіпкерлік мәдениетін, инфрақұрылымдық, географиялық және территориялық ерекшеліктерін және басқа да факторларды ескермей іске асты. Тек жоғары жақтан шешім қабылданып, науқаншылық болғандай көрінеді.